О, малышка. Бірінші ойынымыз балмұздақ ойыны деп аталады. Ол үшін кәдімгі мақтаны домалақтап, акварель краскымен бояп алдық. Сосын балмұздақтың шаригіне ұқсас дөңгелек пішіндерді қиып алдық. Бала пинцеттің көмегімен мақтаны дөңгелектің ішіне салуы тиіс. Біріншіден, баланың саусақтары пинцетті қысып ұстауға және ашуға икемденеді. Екіншіден, мақтаны кез келген дөңгелекке салмайды, түсіне қарай апарып орналастырады. Молодец. Келесі ойын аквариум деп аталады. Ол үшін түрлі түсті қақпақтар және шприц, акварель бояу керек. 3 ыдысқа әр түрлі түсті су құямыз. Бала шприцтің көмегімен суды балыққа толтырады. Осылайша қолдан аквариум жасайды. Ойын барысында саусақ белсенді жұмыс істейді. Шприцке суды толтыруды, оны сыртқа шашпай құюды үйренеді. Не ол, көрші? Сәбіз. Сәбіз де. Сәбіз. Келесі ойынымызда Дарияның жақсы көретін көкөнісі сәбізді алдық. Кез келген жеміс жидекті немесе көкөністі негізге алсаңыздар болады. Жіпті тесіктен өткізуі тиіс. Бала концентрацияны, зер салуды, сонымен қатар көз мөлшермен жұмыс жасауды үйренеді. Әр бала жіпті әр түрлі қылып жүргізуі мүмкін. Бастысы саусақпен жұмысты жасай алса болғаны. Бірнеше жіпті баланың алдына қойып, түсіне қарай таңдауды да ұсынсаңыз болады. Бұл жемістің түсі қандай, одан қандай тамақ жасауға болады, пішіні қандай деген сияқты түрлі сұрақтарды қоя аласыз. Бұл ойындарда ұсақ қол моторикасы дамиды. Сонымен қатар саусақпен ойнап отырып жұмыс жасау сөйлеудің басты кепілі.